12-ші дәріс. Сыныптан тыс жұмыстардағы ақпараттық технологиялар. Қарастырылатын сұрақтар: сыныптан тыс жұмыстар туралы түсінік, сыныптан тыс жұмыстарда ақпараттық коммуникациялық технология құралдары көмегімен ұйымдастырудың ерекшеліктері. Сыныптан тыс жұмыстар туралы түсінік. Сыныптан тыс жұмыс сабақтан тыс уақытта баланың жеке тұлғасын әлеуметтендіруін қамтамасыз етуге қажетті жағдай жасайтын, оқытушының оқушылармен әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Сыныптан тыс жұмыс оқу бағдарламаның шеңберіне кірмейтін және оқу кестесінен тыс мектеп өткізетін әртүрлі тәрбиелік оқытушылық іс-шаралар. Сыныптан тыс жұмыс ұғымы мәні кең және бір мағыналы емес. Оған мазмұны, қызметі, өткізу әдістемесі, басқару әдістері және формалары бойынша әртүрлі сабақтар кіреді. Мысалы, пән үйірмесінің отырысы, сыныптан тыс оқылым, мектеп мерекесін және кештерін өткізу сияқты шаралар сыныптан тыс жұмысқа жатады. Кейбір жағдайда үйірме сыныптан тыс оқу, оны оқытушы басқарады. Басқа жағдайларда, мысалға, бос уақытты ұйымдастыру, көңіл көтеретін шараларды айтатын болсақ, өзін-өзі басқару негізінде оқушылар басқарады. Осыған байланысты сыныптан тыс жұмыс ұғымын саралау қажеттілігі туындайды. Ол үшін педагогикалық әдебиетте және практикада оқудан тыс жұмыс және сабақтан тыс жұмыс терминдері қолданылады. Сабақтан тыс жұмыс мақсаты, мазмұны және әдістері бойынша оқу үрдісімен шектеседі. Оның сабақтан тыс кезіндегі жалғасы болып табылады және үнемі ерікті түрде бола бермейді. Оның жоспарлауында және ұйымдастырылуында анықтаушы рөлді ұстаз атқарады. Бұған мысал, пәндік оқытушының қабілетті оқушылармен бағдарламалық материалдан алған білімдерін кеңейту, тереңдету және нашар оқушылардың білімін түзету бойынша өткізетін жұмыстар. Оқудан тыс жұмыс мұғалімдердің, сынып жетекшілерінің бағыттаушы рөлінің арқасында көбінесе оқушылар ұжымында белсенді және өздерін өзі басқару негізінде сыныптан тыс жүргізілетін сабақтар. Сыныптан тыс жұмыс оқушыларға кеңінен позитивті әсер ету мүмкіндігі бар және оқытушының сабақтағы жұмысымен байланыстыра отырып, оқу әдістемелік өрісте өз бетімен жасайтын әртүрлі іс-әрекеттердің жиыны болып саналады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар оқушылардың сабақтан тыс және сыныптан тыс жасалатын жұмыстарына қолданыла отырып, оқушының дамуында жоғары нәтиже көрсетуі мүмкін. Кез келген мектептегі сыныптан тыс жасалатын жұмыстар оқушы өміріндегі маңызды элементтердің бірі және мұғалімдер мен оқу басқармасында маңызды рөл атқарады. Осыған орай бұл бағыт негізгі 3 компоненттен тұрады: оқушылардың сыныптан тыс жұмыстары, мұғалімдердің оқушылармен жасалатын сыныптан тыс жұмыстары, сыныптан тыс жұмысты басқару жүйесі. Ақпараттану және ақпараттық коммуникациялық технология сыныптан тыс жұмыстың келесідей түрлері атап көрсетіледі. Өтетін орны: сыныпта немесе сыныптан тыс, яғни мектептен тыс, уақытша жүргізу, сабақта және сабақтан тыс, берілген тапсырмаларды шешуге деген құлшынысы, оқуда және оқудан тыс. Сыныпта сыныптық және сыныптан тыс тапсырмалар болады. Көптеген сыныптық жұмыстар сыныптан тыс жерде жүргізіледі. Мысалға, жаратылыстану сабағы саябақта, дене шынықтыру спорт залдарда дегендей. Жоғарыда атап кеткендей, сыныптық және сабақтық, сыныптан тыс және сабақтан тыс деп қарастыруымызға болады. Сабақтық және сабақтан тыс орындалатын тапсырмаларды байланыстыруға болмайды, өйткені сабақта сыныпта отырып шешетін тапсырмалар қарастырылады. Көптеген сыныптан тыс орындалатын факультатив сабақтар мен жеке шығармалар сыныптан тыс тапсырмалар болып есептелінеді. Көркем әдебиеттер, театрлық студиялар, спорт секциялары сыныптан тыс бос уақытта жүргізілуі тиіс. Сыныптан тыс жұмыстарды акті құралдары көмегімен ұйымдастырудың ерекшеліктері. Білім беру жүйесінде сабақтан тыс жұмыстың артықшылығы оқу бағытына, оқушылардың оқу қызметіне беріледі. Оқу әрекеті теориялық білімдерді және оқу тапсырмаларын шешу үдерісіндегі әрекет әдістеріне бағытталған оқушылар әрекеттері түрінің негізгі бір түрі. Өз кезегінде, оқудан тыс әрекет оқудың әлеуметтенуіне, оқудан тыс уақыттағы оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерінің өсуіне бағытталған оқушылар әрекеттері түрінің бірі. Жоғарыда саналған оқушылар әрекеттерінің барлық түрлері тұлғалық өзіндік мінездеменің бар болуына қарамастан бір-бірімен тығыз байланысқан. Ол оқу әрекетінің бағыты және оқушылардың түрлі әрекеттерін ақпараттандыруда қолданылатын ақпараттық құралдар мен ресурстар бағытымен сәйкестірілген ақпараттандыру үдерісінің дамуында көрінуі тиіс. Оқушылардың оқудан тыс әрекетін ұйымдастыру міндеті қойылады. Оқудан және сабақтан тыс әрекеттердің тиімділігі мен сапасының жоғарылауы,
Қазіргі өңдеу құралдарын қолдану, сақтау, ақпаратты беру, сонымен қатар түрлі пән аясындағы міндеттерді шешудегі, мысалы автоматтандырылған, тұлғалық оқу жүйелері, оқудан тыс мерекелік шаралары мен бос уақыттарды ұйымдастыруда қолданылатын электрондық оқулықтар және аудиовизуалдық пәнаралық байланыстардың тереңдетілуі. Сыныптан тыс мерекелік шаралар аясында алынған білімнің практикалық бағытталуының жоғарылауы, информатика және ақпараттық технологиялар аясындағы білім, білік және дағдылардың бекітілуі, оқушылардың акті құралдары көмегімен дамыған тұлғалық шығармашылық әрекетіне танымдық қызығушылығының құрастырылуы, сыныптан тыс әрекет формаларының тәрбиелік әсерінің өсуі, оқушылармен жұмыс даралау және саралауды іске асыру, қазіргі қатынастық құралдар көмегімен оқушылардың еркін мәдениетті әңгімелесу мүмкіндігінің дамуы. Оқушылардың оқудан және сабақтан тыс ақпараттандыру мақсаттарына жету үшін ұйымдастырылуы керек. Жобалық әрекеттің өтуі мен құрастырылуы, акті құралдарына басқа да ресурстарға қолжетімділік және оларды оқушылар, оқытушылар мен мектеп серіктестерінің қолданылуына көмек көрсету, оқушылардың танымдық және дамытушылық әрекеттері. Акті құралдарын қолдану мен сабақтан тыс әрекеттер. Кружоктар, пәндік зертханалар, байқауларды және олимпиадаларды ұйымдастыру, оқушылардың жеке әлеуметтенуінің, тәрбие жұмысы мен әрекетінің басқа да формалары және тағы да басқалары. Акті құралдарын қолданумен көптеген ақпараттардың мектеп құралдарының жұмысы, интернет желісінде жаңаланған мектеп беттері, газеттер, журналдар, бейне кабинеттерінің жабдықталуы. Мектептегі компьютерлік клубтағы балалардың уақыты, мысалы программистер клубы, интернет-клуб, кіші сыныптағы оқушыларға арналған компьютерлік таныстыру клубы, компьютерлік шахмат клубы және тағы да басқалары. Оқушылардың оқудан және сабақтан тыс әрекеттерінде балаларға арналған қосымша оқытуда ақпараттандыру құралдарына қойылатын талаптарға жауап беретін акті арнайы құралдары қолданылуы керек. 1. Акті құралдары материалдарды оңай жаңалау мен олардың ұйымдастырылу формаларының үздіксіз және қатысты принциптері бойынша жасалуы керек. Акті құралдарының мазмұны, толтырылу материалы оқушылардың жеке әрекетінің дамуына бағытталған. 2. Акті құралдың мазмұны мен формасына байланысты оқушылардың қосымша білім жүйесінде оқудан және сабақтан тыс әрекеттерінің саралануын қажет ету есебінде жасалуы керек. 3. Мұндай акті құралдарының жұмыс істеуі оқушылардың тәжірибесі мен білімі негізінде құрастырылуы керек. 4. Акті құралдары әрекеттің жылдамдылығы мен траекториясының жеке мүмкіндігін көрсету керек. 5. Акті құралдарымен жұмыс жасау аяқталысымен мәнді практикалық нәтиже алынуы керек. Мүмкіндігінше оқушылардың жеке мақсаттары да дамытылуы керек. Акті құралдары кішкене уақыт аралығында барынша жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік беруі керек. 6. Акті құралдары оқушылардың қосымша байланыс пен өзара байланыстарына қол жеткізу мүмкіндіктерін жасау керек. Акті құралдарында оқудан тыс әрекеттерді ақпараттандыру үшін жоғары дәрежедегі қатынастық мүмкіндіктер қарастырылуы қажет. Мұндай акті құралдарының құрамына практикалық оқудың негізгі кезеңін туғызатын дұрыс жауапты талап етуші тапсырмалар, дамушы тәжірибесіне негізделген тапсырмалар кіреді. Акті құралдары жұмысының сценарийі оқушылар жылдамдығы мен траекториясының дараланған мүмкіндігін таңдауды қарастыруы қажет. Оқушылардың уақыты мен сабақтан тыс жұмысын ақпараттандыру үшін ақпараттық қатынастық технологиялардың құралдары акті құралдарымен жұмыстың сыртқы мінездемесін қарапайым және үздіксіз түрде өзгертуге мүмкіндік беретін құрал-саймандар жинағын күйге келтіру ұсынылады. Назарларыңызға рахмет.